айтады, әңгіме айтып отырған бір көкеміз. Кім боран? Ойбай. Аяз ұрып тұр. Қасқырдың бөлтірігі шықты алдынан. Көз жанып тұрған от маған қарай жүгірем дейді. Содан ол маған жүгіргенше мен оған жүгірейін дедім. Бардым да қасқырдың арқасына шап бердім. Мұна өтірік енді, мұна өтірік. Тыңдамаса да тыңдамай қойыңдашы. Айт. Содан қасқырды алдында өйтіп айналдырып. Ей, сағат 6 болыпты, қайтайық ауылға. Чө! Көрермендер, күлкі демекші, күлкінің түрлері өте көп. Мысал үшін, не үшін күліп жатқанын білмейтін адамдар бар. Не дейді? Білмеймін, есін ағуға айда бір күлі бірсі. Түсініксіз күлкілер бар. Бізде қазір шуда не бір қызықтар болып жатыр. Мысалға, футбол ойнап жүрген тауықтар, турникке тартылып жүрген жыландар, шай қиып жүрген пингвиндер. Я, достар, біз жеңгелерімізге түрлі аттар қойып қойғамыз. Ауылымның түті. Сағыз, 24 сағат бойы жасайтын дүкенің кілтейтін кілті болмайды екен. Естідің ба? Ғабиденнің үйіне кеше қаладан орыс қыз кет. Өзі ше Оля! Света! Степан! Игорь! Григорий! Отвали, а? Маған айтты көрдің бе? Көріп тұрғандарыңыздай, Астана мен Жетісайдың айырмашылығы аспан мен көктей. Мүмкін жер мен көктей шығар. Жоқ, дұрыс айтады. Аспан мен көктей деп екі қалантта жоғары санап отыр. Ән, 1, 2, 3. Жолда, көлікпен келем тағы да, көлік дүрс үлдеп қағуда. Жолы, көңілім толмай тағы да, тамаша табиғат, жаяу жүр жағында. Аға, жайламайсыз ба? Құлам. Қалампыр, йота келе өш. Әдуін, маған қара, басында 2 орай бар. Мә, сонда 2 айлалан айтпан болып тұр. Сенде қайрош неше орай осы? Менде ма? Бір орай ода. Еш нәрсені білмеймін, қызым қайда менің? Қызыңыз қай қолда деп ойлайсыз? Достар, соғысқа бармаудың түрлі амалдарын іздеп жүрген батыр. Ханем, шын айтам, жоңғарлардың ішінде құдан бар, ұят болады, ханем бармай. Бір жігіт үйленді жақында, білмейді жарының атындай, достары үйіне. Қараш, құрдастарың бәрі үйленіп кетті, сен болсаң жүрсің, мынау, бала шағалы отыр, 92-ші жыл қыз дегесін, ие боп қалған ғой жас қыз. Батырым, жекпе-жекке шыққалы отырсын. Қолыңды жай. Бердім батамды, жоғалтпама, аумин. Жекпе-жек. Кеттік. Жүп болсын дедім. Достар, айтыста болған ыңғайсыз жағдай. Кешіріңіздер, тегі түсіп кетті. Ал енді мынау менің қарсыласым. Жайлары сайыстанда жолыққанша аман сау болыңыздар. Қайда жастар, қайда,